Өкінішпен айтуға тура келіп тұр. Ақымақ надан алаяқтар халықты алдап, үлкен шіркке итеріп жатыр. Бұлар қақпаның матасы кисва деп атады, соны қалай әкелгендерін білмеймін. Мұны үлкен адамдар барған кезде тегін сыйлық жасайды. Соны алып кеп, кесіп, соны ақша жасау үшін пәленбай мың долларға сатып жатыр әрбіреуін. Бұл үлкен шірк болып табылады. Надан адамдар мұны сатып алады да үйіне қойып, сосын сиынады. Аллахтан емес, сосын кисвадан сұрайды көмекті, жәрдемді. Сондықтан бұлар шіркке итермелеп жатқан ақымақтар. Бұларға барушы болмаңдар, алушы болмаңдар. Одан да Құранды алып, сол Құранды оқыңдар. Үлкен шірк жасап, ертең тозақтың отына түсіп жүрмеңдер, халайық. Байқаңдар, алаяқтарға сенбеңдер, ештеңе жоламаңдар ондай.